Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздерге қазағымыздың ұлттық тағамы құрттың ерекше қасиеттерімен бөлісетін боламын. Менің қазақ тілді каналымда 90%-нан астам адам тіркелмей көреді екен. Сізге аз ғана өтініш, қазақ тілді каналымды қолдап, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Құрт туралы не білеміз? Құрттың қандай құпиясы бар? Бірге үңіліп көрейік. Мамандардың мәлімдеуінше, тіс дәрігеріне келетін 3 баланың 2-ін тіс жегі мазалайды екен. Көбіміз мұны тәттіні көп жегендіктен деп ойлаймыз. Кейбір 3-4 жастағы балалардың тістері шыға сала қарайып, кальций жетіспеушіліктің салдары анық байқалып тұрады. Баласы үшін жанын беретін ата-ана бүгінде сапасынан саны көп түрлі дәрумендерді баласына алып беруге дайын. Ал кезінде ата-бабаларымыз ешқандай витаминдерді ішпей-ақ денсаулықтары мықты болып, аттың құлағында ойнап, талай ерлік жасады емес пе? Әрине, мұның бәрі құрт сияқты табиғи таза өнімдеріміздің арқасы. Құрт құрамы қандай? Құрт кептірілген сүт өнімі. Оның құрамында кальций, А, Б, С дәрумендері, мыс, мырыш, күміс, темір, магний, кальций, алюминий микроэлементтері бар. Құрт ақуызға бай, құнарлы тағам. Құрттың қандай түрлері бар? Жас құрт. Жайғанына 1-2 күн ғана болған, әлі толық кеуіп үлгермеген құрт. Сүзбеде тұрған құртты сары маймен жентектеп, бастырма ретінде шаймен бірге дастарханға қояды. Көбік. Қайнап жатқан құрттың қалқып алынған беті. Майлы, кенеулі ас ретінде жас балаларға, қарттарға қалқып беру салт болған. Ол майлы болады. Ыстық құрт. Қайнап жатқан құртты алып, май қосып сапырып жетін кенеулі ас. Өкпе ауруына, суық тиіп ауырған сырқаттарға ем. Сықпа құрт. Қайнатқан құрттан айырмашылығы ашыған айранды қапқа құйып сүзіп тұздайды. Кейін әртүрлі формада бөлшектеп сөреде кептіреді. Малта. Езілген құрттың түйіршіктері. Ол жұмсақ болып келеді. Ұзақ сапарларда ауызға салып, суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі қорек болған. Езген құрт. Сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосуға немесе сусын дайындауға арналған құрт ұнтағы. Ақ малта құрт езген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам. Сусын ретінде пайдаланылады. Ұнтақ құрт. Арнайы түйіп, ұсақтап немесе қап түбінен жинап алған өгінді. Оны сүттің піскен қаймағына пылғап жейді. Құрт май. Сары майға батырып жейтін құрт. Оны асығыс кезде дәм таттыру үшін немесе жеңіл желпі түстік ретінде дастарханға қояды. Кейде құрт, ірімшік, май тағамдарының қосындыларын құрт май деп атайды. Құрттың бала денсаулығына пайдасы туралы мамандар былай дейді. Егер бала жастайынан құрт жеп өссе, оның тісі өткір, қатты, ауырмайтын жөнінде ғылыми деректер бар. Құрт, ірімшік жеп, қымыз, айран, сүт ішкен баланың денсаулығы мықты болады. Құртты адам алыс сапарға шыққанда пайдаланса, қарны ашпайды, шөлдемейді. Ал ұшақпен ұшқанда құрттың құлақтың бітпеуіне және жүректің айнымауына көп ықпалы бар. Әсіресе құрамында кальций мол. Ал сүйекке кальций балалық шақта өте көп мөлшерде керек. Ол жетіспесе, тіс жегіне бор кемікке ұшырайды және сүйегі әлсіз, кеуекті және сынғыш болады. Сондықтан да жас баланың тісі ғана емес, бүкіл сүйектердің дамуына құрттың пайдасы мол дейді кәсіби мамандар. Бір құртпен 4 аурудан арылыңыз. Құрттың құрамында тұз болады. Ал оның ауыз қосу үшін пайдасы жан теңіз. Күнделікті 2-3 құрт жеп жүрген адамның ауыз қуысында ешқандай ауру болмайды. Тістері қатайып, ас қорыту жақсарады. Ағзасында кальций көбейеді. Егер баспамен ауырып қалған жағдайда күніне 5-6 құрт жесеңіз, құртты жеу барысында сілекей көп бөлінеді. Сілекейдің құрамындағы лизоцим деген зат болады. Ол ауыз қуысын бактериялардан тазалайды. Ал құрттың құрамындағы тұз баспаны жеңілдетуге өз әсерін тигізеді. Әрі құрттың арқасында ас қорыту жақсарады. Құртты көп мөлшерде жесеңіз, қайта-қайта шөлдей берсеңіз, ондай жағдайда
кептірілген алмадан жасалған компот ішкен жөн. Осы компотты күнделікті ішіп жүру бүйректегі тас пен құмды түсіріп, несеп жолдарының жағдайын жақсартады. Күнделікті 5-6 құрт жеп жүру арқылы сіз баспамен ауырмайсыз. Ас қорыту жолдарыңызда қиындық туындамайды. Тістеріңіз ағарып, бүйрегіңіз сыр бермейтін болады. Ағзаңызда кальций көбейіп, сүйектеріңіз сынғыш болмайды. Жазушы Жәдит Шәкенұлы құрттың көшпенді қазақ өмірінде маңызды рөл атқаратындығын айтады. Құрттың энергетикалық құндылығы өте жоғары. Сондықтан оны жорықтарда, аң аулау барысында, ұзақ сапарда, көште азық ретінде пайдаланған. Ол алып жүруге өте ыңғайлы. Сондай-ақ жазушы құрттың денсаулыққа қандай пайдасы бар екенін түсіндірді. Ғылым тілімен түсіндірсек, құрттың адам ағзасына керексіз майларды ыдырататын қасиеті бар. Адам қанының қою болуы немесе қандағы май мөлшерінің артып кету деген мәселе бар. Оны ыдырататын заттар әдетте қымызда, саумал мен құрт, ірімшіктің сар суында және құрт табылады, дейді Жәдит Шәкенұлы. Ұлттық тағамдарымызды ұлықтап, ұрпақтарымыздың сау болып өсуін қадағалайық. Қазақ тілді каналымды қолдап, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын.